Мұнда Калайды емдету үшін оралдым. Чумо үшін емес пе? Айтарым жоқ, мен кеттім. Жанымда қалуға тағы бір мүмкіндік берем. Директор Хан, айтқанымды түсінген шығарсыз. Енді Хан әулетіне жолағым келмейді. Өткен өмірдің бәрін ұмыттым. Не үшін? Мен мүгедекті екі аяғы сау актерден кем көремісің? Әлде ол сені асырай ала ма? Оңбаған! Жібер мені. Мен 6 жыл бұрын сол үшін тастап кеттің ғой, солай ма? Калайдың әкесі болған үшін бе? Онда шаруаң болмасын. Онда шаруаға кірісейік. Хан Дунлай, тиіспе. Мүгедек арбасы жарамай ма? Қолыңды тарт. Жауап бер. Чумода көңілің бар ма? Иә. Ендеше саған айтарым. Чумоның да, ұлыңның да көзін құрталам. Шынымен бала туған әйелдің денесі еркек үшін анағұрлым тартымды көрінеді екен. Чумо да осылай істей ме? Айтшы. Жоғал. Ол мені жек көреді. Әттең Калай жайлы білсе ғой. Болмайды. Калайды ешкім тартып ала алмайды. Мүмкін емес. Мен тағы да шу шығардым ба? Жақында басылар. Бұл жол емес. Одан да ашығын айт. Әлде ол қыз жайлы тілшілердің біліп алғанын күтесің бе? Біз ендеше қап бәлем. Шық. А? Ей, мұның не? Менің шаруам бар. Жарайт, шаруаң бар екен. Сен ақ жұмыс істейсің ғой, мен кеттім. Еңбекқор жігіт. Саған айтарым, ұстамдырақ болсаңшы. Білем. Алло, сен қайдасың? А? Жарайды, өзім тауып болам. Неге сонша асықтың? Калай әлі емханада? Үйіңе апарып тастайын. Калайға қамқор болатын адам жалдадым. Не үшін? Не болды? Емхана алдында тілшілер толып жүр. Бізді түсіріп алыпты. Жалғыз шаман келмес деп ойладым. Қане, үйіңе апарайын. Дунлай? Есікті қақпайсың ба? Жә, қойшы. Кешір. Чумо жайлы сыбысты естіп қобалжып кеттім. Дунлай, ол жайлы естідің бе? Джунли мен Чумоны түсіріп алыпты. Джунлинің мықты екен. Жас қыз болмаса да жұлдыздың жүрегін жаулапты. Мүмкін баланың әкесі Чумо шығар. Жұлдыздың некесіз туған ұлы. Оның үстіне өзінен 5 жас үлкен әйелден. Егер сондай шу шықса, Чумоның мансабы құрдымға кетпек. Әртістің мінсіз болмысы күйреп, компаниясы көп шығынға ұшырайды. Алайда біздің Дуншин компаниясы өз жобасының басты рөліне Чумон алды емес пе? Дунлай, айтшы, біз тілшілерді тоқтата аламыз ба? Джунлин екеуіне көмектессек қалай қарайсың?
солай істейік. Қосылуға батылы жеткен екен. Демек сызбыстан қорқудың қажеті жоқ. Егер ол мендік болмаса, басқа ешкімге бұйырмайды. Осындай жерде тұрып жатсың ба? Не болды? Жұлдыз болдым деп қарапайым үйлерді менсінбеймісің? Жоқ, әрине. Менің тапқан пәтерім жақсырақ еді ғой, бірақ өзің бас тарттың. Біз қыдыруға емес, емделу үшін келдік. Оның үстіне, әжемнің үйінде тұрған кезінде сондай бақытты едік. Дұрыс айтасың. Джунлин әпке, мен әжемді сағындым. Әпке деп айтпағаныңа көп болыпты. Кешіріңіз. Алқам! Тоқта! Тоқта! Алқам қайда кетті? Алқам қайда? Доғарыңдар! Тәтей, біздің іске араласпа. Жаңа ғана полиция шақырдым. Видеоға да түсіріп алдым. Полициямен сөйлескілерің келіп тұр ма? Жолым болды дей бер. Бәрі дұрыс па? Рахмет. Менің алқам. Көзіңді аш. Оян қане. Мен қайдамын өзі? Емханада. Көрмей тұрсың ба? Ал сен... Алқам қайда? Қайда ол? Сізге ашулануға болмайды. Бұл балаға зиян. Балаға ма? Қандай бала? Мынаған қара. Дәрігер тексеріп кетті, түсінбедің бе? Қалай болуы мүмкін? Бұл қалай болды? Жарайды. Тым кеш болып кетті. Тезірек бар. Мұндай уақытта жүруіме болмайды. Жақсы. Жолда абайлап жүр. Жарайды. Көріскенше. Тоқтай тұр, тоқта. Тәтей, құдайым-ау, айттым ғой, бұл сен. Қара, ол мен емес. Әрине сен, неге мойындамайсың? Айтшы, әлгі жұлдызбен біргесің ғой, я? Мұнда неге тұрып жүрсің? Оны тастап кеттің бе? Мұнаны қара. Ол жігіт аса дәулетті ғой. Қолтаңбасын ала аласың ба? Айтып болмадым ғой. Ей, туй сені ме? Өзі бір тәкап бар. Жай көңіл көтеріп жүрген шығар сенімен.可知道再多学